Қос партияның бірігуі саяси алаңда жүргендердің де, оны байқап отырған көпшіліктің де көкейін кернеп тұр. Жексенбі күні 613 адамның басын қосқан Әділет партиясының жетекшілері, саяси бюро мүшелері мақсатын айтып, саяси ұйымның даму бағытын жариялады. Бүгінгі қоғамдағы әділдікке деген сұраныс ерекше жоғары екенін көрдіңіздер. Азаматтар ұран сөздерді емес, нақты нәтижелерді күтеді. Бұл шешім қазақстандық қоғамдық сананың сапасын анықтайтын, еліміздегі саяси жүйенің жаңа сын-қатерлерге жауап беруге дайын екенін айғақтайтын сөз емес, іс жүзіндегі шынайы көрсеткіш болады. Съезде Әділетке Аманат партиясының қосылу мәселесі де қарастырылды. Делегаттардың барлығы оны қолдап дауыс берді. Олардың қатарында 30-дан астам қоғамдық ұйымдардың мүшелері және аманаттықтардың өздері де бар. Регламент 613 адам барлығы дауыс берді, қалыс қалғандар қарсы болғандар жоқ. Алдағы күндері республика өңірлерінде Әділет филиалдары құрылады. Әділет ТВ телеарнасына арнайы сұхбат берген саяси партияның саяси кеңес бюросының мүшесі Рауан Кенжеханұлының айтуынша, жұмыс нәтижесі тікелей жергілікті жердегі жұмыстарға негізделеді. Ал партия мүшелері заңға сәйкес дербес өтінішімен қабылданады. Сала-салада енді ғана көзге түсіп жатқан өз еңбегімен кәсіпте, ғылымда, білімде, басқа салада көрсете алған өздерінің азаматтарды барынша тартуға тырысамыз. Бүгін біз аймақтардағы филиал құру туралы шешім қабылдадық. Ондағы ойымыз әсіресе аймақтардағы осындай жаңа буынды, өздері жасаған жаңа мамандарды партияға кеңінен тарту. Еліміздегі қос партия бірікті. Бұл дегеніміз саяси ұйымдардың жаңа тарихы басталды деуге болады. Сонымен Әділет партиясының негізгі басымдықтары қандай? Ол әлеуметтік ынтымақ және атаулы қолдау. Адам әлеуетіне басты кеміс цифрлық мемлекет, таза Қазақстан, жауапкершілігі мол орта держава. Мұның барлығына негіз болып отырған ол заң мен тәртіп, тиімді жұмыс істейтін институттар, қоғамдық ұйымдар негізінен, өңірлер мықты болса ел мықты, халық үніне құлақ асатын үкіметтің әрекеті, әділ, бәсекелі экономика. Мұның барлығы да әділетті Қазақстан идеясын құру жолындағы негізгі бағыттар. Бүгіннен елордада және басқа да өңірлерде жетекші партия ғимараттарында аманат Әділетке ауыстырылып жатыр. Атауында ғана емес, мазмұнында да жаңару болғай.